Қытай ойлаған жоқ. Қазаққа тиісемін деді. Ойлады, қазақтың билігін сатып алдым. Қарыз беріп, қақпаныма түсірдім. Интеллигент зиялысын сатып алдым. Құжынаған қалың қытайшылдарды жіберіп, бүкіл депутат, депутатын сатып алдым. Бүкіл өтірік маймыл саясаткерлерін сатып алдым. Үруге рұқсаты бар иттер мен абырауға рұқсаты бар есектерін сатып алдым. Енді мәудеп бас көтеретін қазақ жоқ деген кезде біз шықтық. Қытай жоспарының қате болғанын кеш білді. Ештен кеш жақсы, қазақтарды босата бастады. Босатпаса, біз Қазақстанда туысы бар қазақтың, жақын жекжаты бар қазақтың бәрін жылатып, зарлатып, олардан алған куәгерлік видеоларымызды әлемнің 9 тіліне аударып, дүние жүзінің барлық медиасына жариялатып, Қытайды әлем алдында масқара қылғанымызды қоймадық, тоқтатпадық. Тіпті міне, осыдан бір күн бұрын әлемге әйгілі құқық қорғау сайты Биттер Винтер сайтында, қаһарлы қыс сайтында 6 мақала жарияланды. Біз әлемге лагердің тірі куәгерінің тағы бірнешеуін таныстырдық. Туысы қамалғандарды таныстырдық. 6 ірі мақала ағылшын тілінде жазылған. Міне Қытайдың қылмысын ашу үрдісі саябырлап қалған кезде Қытайдың төбесінен қойылған 6 үлкен атом бомбадай болды. Қазір бүкіл дүние жүзінің зерттемендері мен саясаткерлері хабарласып, біздің екі қолымызда екі телефон, әттең аузымыз біреу болып тұр. Ал осындай жағдайда Қытай компартиясына санкция салдырып, Қытай компартиясын отырса опақ, тұрса сопақ қылғанда, енді тура осы методиканы Қазақстан билігінің адамзатқа қарсы қылмысының жандай шаптары болған жалдамалы жазғыштарға және олардың ішіндегі әсіре билікшілдерге біз неге қолдана алмаймыз? Сендердің балаларың, ұлдарың, қыздарың, тоқалдарың Еуропа мен Америкада оқып жатыр. Қайсыңдікі оқыған жоқ? Ендеше Серікжанмен абайлап сөйлесіңдер, жалдамалы жазғыштар. Ойламаңдар, жас тоқалым заңсыз құжат бойынша ешкім білмейді деп. Қытай коммунистерінің тоқалдарына дейін анықтап, бүкіл тоқалдарының есеп шотын жаптырып, визаларын бекерледі. Ал не істейсіңдер? Балаларыңның менің балам екенін дәлелдей алмайды дейсіңдер. Неге дәлелдеуге келмейді? Бәрі дәлелденеді. Ендеше оқуын бітіргенге 1 жыл қалған, 2 жыл қалған қазақтың қанын сүліктей сорып тапқан арам ақшаңмен Америкада ақшасын төлеп, жылына 100 мың, 200 мың, 300 мың доллар төлеп тұрып, оқытып жатқан ерке тотайларының барлығының визасын бекерлеу, мына алдыңызда тұрған біздің қолымыздан келеді. Алдыңызда отырған мына біздің қолымыздан ол келеді. Бар болғаны ыждағаттап, зерттеп, тексеріп, кімнің баласы қайда оқып жатыр, халықтан ақпарат жинасақ болғаны жеткілікті. Тіпті керек десе ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзіндегі ақпараттарды алып шығатын жігіттер бар. Сондықтан, айналайын қазақтарым, Қытайға қолданған батыстың жазасы төбелеріңнен ұрмасын десеңдер, сендер мына шектен тыс халыққа қарсы, қазаққа қарсы, бізге қарсы болған қаракеттеріңді тоқтатыңдар. Серікжанның шамына тимеңдер. Серікжанның шамына тимеңдер. Қатаң түрде ескертем, ысқырып атқан аңның айыбы жоқ. Мен ысқырдым, ескерту бердім, алдын ала айттым. Енді осыдан ең қарапайым бір қарт жазушының, Абыз ақсақалымыздың жыркешін өткізуге, ана қуған шайтанның өзі бармайтын жазушыларыңның үлкен залын қызғанып, әлде қандай болсаңдар, ендеше абайлаңдар, атқа мінген шолақ белсенділер. Сендердің жауларың Серікжан Біләшұлы. Қазақстанда жүргенімде де үстімнен тайлы таяғын қалмай арыз жазып, газетке қаралап жалалап мақаладарын жазып, ойбай, сасық күзен ақын деді, көртішқан жазушы деді деп, дамбалбауларың асылып өлейін деп өліп қала жаздығасыңдар. Не істей алдыңдар? Боқта істей алған жоқсыңдар. Қазақ халқының басына ең ауыр күн туған кезде бұғып қалғандарың өтірік пе? Әншейінде ауыз жаппас той дегенде өлең таппас деген ынжық ездер ұқсап,
әншейінде қазағым, халқым, алашым деп қаңылтыр кеуделеріңді қаңғырлатып, адам оқымайтын келе-келе кітаптарыңды жазып, келеметр өлеңдеріңді жазғанда кереметсіңдер. Ал Қытайдағы қазақтың басына ең ауыр күн туғанда қайсыңнан үн шықты? Саусақпен санарлық абыз ағаларымнан басқа қайсың мәу деп бір ауыз өлең жазып, бір ауыз мақала жазып, әлеуметтік желіде осыда мыңқылдап үндерің жағаларынан шыққаны бар ма? Жоқ. Ендеше сендер осы беті нұр жүйенің нұр жазушы нұр ақындары болып тайраңдап өтем демеңдер. Кеуделеріңе қадаған қарғы бауларың мойындарыңды қылқындыратын ұмытпаңдар. Нұр жүйенің атарман шабарманы болған барлығы, мейлі ол мың жерінен интеллигент зиялы болсын, нұр жүйенің нұр табағына нұр жуынды ішкен қалың жалдамалы жазғыштар, үруге рұқсаты бар иттер мен аңырауға рұқсаты бар есектер, көртішқан ақындар менен сасық күзен жазушылар және олардың ішіндегі шолақ мансапты шоштыраңбайлар. Сендерге қатаң түрде ескерту. Өздеріңе де, балаларыңа да Еуропа, Америкаға келетін визаның жолын кесіп тастай аламыз. Ақшадарыңды мұздатып тастай аламыз. Сендер тәубелеріңе келіп бір уақыт халық жаққа өтіңдер. Егер шектен тыс қолдарыңдағы билікті пайдаланып, мынау нұрғауындық жүйенің өмірін бір секундқа артық ұзартатын қарекеттерің байқалатын болса, үнсіздіктеріңнің үстіне тағы нұрғауындық жүйені жақтайтын қылмыстарың шапталатын болса, ендеше аяйды екен демеңдер. Үстіне сармай жағып берсе де, адам оқымайтын керексіз кітаптарыңмен қосып, сендерді тарихтың қоқысына лақтырамыз. Үстіне сармай жағып берсе де, итекеш итте бетін жаламайтын керексіз шығармаларың, керексіз кітаптарыңды, иттің өзі искегеннен ерінетініне жиркенетін сол шығармаларыңмен қосып, тарихтың қоқысына жібереміз. Қазақтың басына ең ауыр күн туғанда, Жаңаөзенде қазақтың жастарынан артынан оқ боратқанда, қазақтың бейгүнә қыздары мен ұлдарын оққа, кеуделерін оққа тосып, артынан оқ атып өлтіріп, нақақ түрмеге қамағанда үндері шықпағансыңдар. Адам сендерсіңдер. Қытайда 500 миллион қазақты нақақ түрмеге қамап, Алматыда Қазақстандағы туысқандар, әке-шешесінен тірі айырылған тірі жетім балалар, күйеулерінен тірі айырылған тірі жесір әпке қарындастар, бала-шағасынан айырылған ақсақал әжелер аңырап күні бүгінге дейін наразылықтарын танытып тұтас дүниені дүр сілкіндіріп жүргенде, Қазақстанның аталмыш тырнақша ішіндегі өтірік интеллигент зиялыларынан, сасық күзен ақындары менен көртішқан жазушыларынан бүрін шықпағаны әлем алдындағы шындық және масқара шындық. Ендеше сендер 26 қарашада сағат 4-те Нұрхан Сұлтанбайұлының жазушылар ағында өтетін кешіне ешқандай кедергі жасамаңдар. Төбелеріңнен жай түсіреміз. Бұғанға дейін нұр жүйенің нұр жуындысын ішіп семіргендеріңменен ендігіде сол ұрдап-жырдап жейіп, жіліктің майлы басын кеміріп, ұлдарың мен қыздарыңды Америкада оқытып, жеттік болдық, бізге сұрау жоқ екен демеңдер. Жеке-жеке бастарыңнан тартып отырып, айналдыра үрім бұтағыңмен қосып тасталқаныңды шығаруға шамамыз жетеді. Тек Қазақстан мен дос Солтүстік Корей, Куба, Ресей, Қытай сияқты елдерге ғана баратын қылып, басқа елге аттап шыққан сәтте тұтқындайтын жағдайды да жасауға шамамыз жетеді. Сондықтан халықтың жағына өтіңдер, естерің дұрыс кезде. Себебі нұрғауын мәлкілдеп отыр. Бүгін болмаса ертең кетеді. Тасталқан болып күйрегел тұр. Пирамида әлден сетінеп тұр. Кландардың талас үдеп тұр. Ал осындай жағдайда сендердің әлі сәбеттен бергі өтірік ұлтшылдықтарының шегі осымен тоқтауы керек. Енді қазақ жаққа ашық өтіп, қазақтың нағыз ұлттық мүддесін қорғайтын кездерің келді.